Сәлеметсіздер ме? Мен Алиева Дидар Алиаскаровна, Қазақ филология факультеті, Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі. Менің бүгінгі пән бойынша қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні тақырыбы, сабақтың тақырыбы қазақ тілін оқытуда ақпараттық технологияны қолдану. Ақпараттық технологияны пайдалану арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру мәселелері Абыкованың еңбектерінде, оқушылардың ақпараттық сауаттылығын қалыптастыруды Сардарованың еңбектерінде, Нұрпейісованың ақпараттық технологияны қолдану барысында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мәселесі, оқу үдерісін жетілдіруде ақпараттық технологияларды қолдану арқылы ақпараттық мәдениетін қалыптастыруды Әбішева, Бидайбеков, Досжанов зерттеулерінде толық зерттелген. Мәселен, оқушыларды оқыту үдерісінде ақпаратты технологияларды қолдану аспектілері философиялық тұрғыдан Нысанбаев еңбектерінде жан-жақты талданған. Ал ақпараттық технологияны оқыту үдерісінде пайдаланудың психологиялық негіздері Давыдов, Машбиц еңбектерінде қарастырылған. Арақашықтықты оқыту жайында студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселесі Жүсупалиеваның танымдық іс-әрекеттердің белсенділігін арттыру мақсатында оқытудың компьютерлік белсенділігін арттыру мәселесі Қараевтың компьютерлік оқытудың бейімделген технологиясын құрастырудың моделі, әдістері мен құралдарын жасау мәселесі Баймұхамедов еңбектерінде басты назарға алынған. Қазақ тіл сабағында ақпараттық технологияларды қолдану ақпараттық технология мәселелері. Компьютерлік технология оқытудың арнайы жиынтығы мен әдісін және тәрбие құралдарын анықтайтын технологиялық педагогикалық процесті ұйымдастырудың ең тиімді жолы болып табылады. Қазақ тілін оқытуда қолданылатын бақылау, бағалау тапсырмаларын, аралық, қорытынды сынақтарды компьютерлік жолмен автоматтандыру кезінде тексеруге кететін уақыт мөлшерін бірнеше есеге үнемдеуге, бақылау мен тексеруде объективтілікке қол жеткізіледі. Қазақ тіл сабағында мынадай тапсырмаларды орындауға болады. Біріншіден, тақырыпқа байланысты көрген бейне жазбаға өз ойын білдіру, диалог, монолог құру, сурет арқылы ойын жеткізу. Екіншіден, компьютер экранына сөйлемдер жазылады. Ол сөйлемдер белгілі уақыттан соң өшеді. Экранда қандай сөйлем жазылғанын есте сақтап, қатесіз дәптерлеріне жазу керек. Үшіншіден, аудио жазба тыңдағаннан кейін қандай ассоциация пайда болды, мәтін не туралы екенін талқылап, мазмұндайды. Төртіншіден, мәтінді тыңдатып, бір-біріне сұрақ қояды, өздерінің жауаптарынан мәтін құрады, құрастырған мәтіндері мен аудио мәтінді қайта тыңдап салыстырады. Бесіншіден, мәтіннің басын тыңдатып, аяғын өздері құрастырып, аяқтайды. Алтыншыдан, бірнеше сөйлем беремін, солардың біреуі ғана аудио мәтіннің мазмұнына сәйкес келетінін табу керек. Қараев компьютерлік техника мен болашақ оқытушылардың өзара әрекеттерінің жағымды мотивациясын қалыптастыру оңай шаруа емес, әсіресе олардың жұмысының компьютерлендіруде саналы әлеуметтік экономикалық қажеттілігі мен мәні, бұл қажеттілік мен мәнінің жеке-жеке тұлғасында түсінуімен сәйкес келмейді. Сәйкесінше, үгіт-насихат жұмыстарын қажет етеді деген пікір білдірді. 1989 жылы Қоғамдық ғылыми әдіснамалық кеңесінің екінші алқалық мәжілісінде қабылданған академик Ершов басқарған ғалымдар тобы ұсынған білім беруді ақпараттандыру тұжырымдамасында басты орынға ақпараттық технология аймағындағы педагогикалық кадрларды дайындау мәселесі қойылды. Ақпараттық технологияны педагогикалық игеру маңыздылығы аталып өтті. Аталмыш ғалымдар оны былай түсіндіреді. Біріншіден, оқу процесінде ақпараттық технология қолдану бойынша жалпы мәдени және әдіснамалық дайындау. Екіншіден, ақпараттық технологиялар саласындағы қажетті білімдер негізін меңгеру және оны іс-тәжірибе жүзінде қолдану арқылы жеке тәжірибе жинақтау. Барлық факультеттердің мамандықтары студенттерінің кәсіби компьютерлік сауаттылығын қамтамасыз ететін тәжірибелік оқу жоспарлары мен жаңа оқу пәндерінің бағдарламасын енгізген. Қазақ тіл сабақтарында ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі. Қоғамның білім беру саласындағы басты бағыттарының бірі білім беру үрдісін ақпараттандыру. Бұл жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқу тәрбие үрдісінің сапасын арттыруды көздейді. Осы орайда
Оқытуды компьютерлендіру дидактиканың тиімді әдіс тәсілдерінің бірі ретінде қарастырылады. Компьютердің мол мүмкіндіктерінің ішінде электронды оқулықтардың алатын орны ерекше. Электронды оқыту ғылым мен техниканың нәтижесінде пайда болды. Бұл автоматтандырылған оқыту үрдісі. Оқытудың бұл түрі сөз жоқ, оқушылардың пәнге деген танымдық қызығын арттырады. Тиянақты білім алуына жағдай туғызады. Компьютермен өз бетінше тапсырмалар орындау оқушының танымын кеңейтіп, ақыл-ой белсенділігін дамытуға көмектеседі. Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары, яғни ақпараттық технологиялар құралдары. Біріншіден интерактивті тақта, мультимедиа, интернет кеңістігі және электронды оқулық. Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажет бір қалыптылықты пайдаланбау, яғни деңгейлер бойынша оқушылар әрекетін ауыстырып отыру. Екіншіден, баланың ойлау, зерделеу қабілетін дамытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық жалпыда негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу қасиеттерін дамыту. Үшіншіден, компьютерлік технологияны пайдалана отырып, дарынды, орташа және үлгерімі төмен оқушыға сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызу. Төртіншіден, оқушының есте сақтау қабілетін ескеру. Жаңа ақпараттық технологияны, коммуникациялық технологияны сабақта пайдаланудың тиімділігі. Ол енді оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді, ақыл-ойын дамытады, шығармашылық белсенділігін арттырады, ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді, тіл байлығын жетілдіреді, жан-жақты ізденушілігін арттырады. Кез келген адам білім алу барысында білімнің сапалы болғанын қалайды. Бұл кезекте ақпараттық технологияның атқарар рөлі ерекше. Білім беруде АКТ-ны пайдалану мен оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай АКТ-ны, яғни ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдалану және оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру, электрондық оқуларды және интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Қазақ тіл сабағында АКТ құралдарын пайдаланудағы басты мақсат мұғалімнің оқу тәрбие үрдісіндегі жаңалықтарды қолданудағы ізденісі мен сабақты техникалық құралдармен жабдықтау. Интерактивті тақтамен жұмыс істеудің тиімділігі. Біріншіден, бағдарлама бойынша барлық оқушыларға қолайлы болады. Екіншіден, берілген материалды әсерлі жеткізуге және оны сынып оқушылары арасында талқылауға, қателерін дер кезінде маркер арқылы жөндеуге мүмкіндік туғызады. Үшіншіден, интерактивті тақта сыныптағы барлық оқушылардың назарына айналуына байланысты орталықтан демонстрациялауға қолайлы жағдай туғызады. Төртіншіден, мұғалімнің де оқушының да шабытын, қызығушылығын арттырып, сабақты тартымды өткізуге ынталандырады. Заманауи технологиялардың көмегімен оқушылардың білімін жетілдіру мен оқу сапасын арттыруға болады. Қазақ мектептерінің білім деңгейін көтеру және онда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқу тәрбие үдерісін тиісті деңгейге көтеру педагогикалық ұжымның жүйелі жұмыстарының нәтижесінде ғана жүзеге аспақ. Қазақ тіл сабағында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың сөздік қорын молайту, сөйлеу тілінің грамматикасын қалыптастыру, дыбыстарды дұрыс айту, диалогтық сөйлеудің қалыптасуы, түсінгенін айта білу, сауатты жазуға дағдыландыру, дүние танымын, ой өрісін кеңейту, өмірге деген көзқарасын дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашу. Оқушылардың сөйлеу тілін жетілдіру, тілдің грамматикасын білу арқылы оқушылар бір-бірімен сөйлесуді, сұрақ қоюды үйренеді. Олардың сөйлеу тілін дамыту үшін өздерін қоршаған заттарға, ортаға қатысты, қайда отыр, не көріп отыр, олар не үшін қажет деген сұрақтарға жауап беретіндей жағдай туғызу қажет. Қазақ тілін оқытуда мультимедиа технологиясын қолдану. Мультимедиа технологиясының көмегі арқылы тек өз бетінше тіл үйренумен қатар аралық оқытуда ұйымдастыруда мынадай қажеттіліктер туындайды. Кез келген оқушының компьютерді пайдалануға мүмкіндігі болуы, электрондық оқулық тесттік жүйемен және тренажермен тілдік деңгейді меңгертуге байланысты құрылуы. Электрондық оқулықтар оқушыны қызықтыратын тілдік материалдарды меңгеруге негізделген. Видеосабақтар,
және қысқа метражды көркем фильмдер, кесте сызбалардан тұруы. Яғни анимациялық, мультимедиалық элементтері бар виртуалды оқулық болу керек. Оқушылардың тілдік материалды меңгеруін тексеруге негізделген сөйлеу әрекетінің барлық түрін қамтыған жаттығулардың өз бетінше және жеке үйренуіне болатын режимде пайдаланушының талабын қанағаттандыратын болуы тиіс. Тілдік бірліктердің қолданылуын жаттап алуға мүмкіндік беретін, грамматикалық материалдардың бірнеше лексикалық материалмен қолданылуына жаттықтыратын қосымша оқу құралдарымен, яғни кітап, радио, кино, видео қамтамасыз етіледі. Алдымен тіл үйренуде компьютердің әдістемелік қызметін айқындайық. Біріншіден, көмекші қызметі. Онда қатысымдық чат арқылы тілдесуге болады. Ұйымдастырушылық, қызықтырушылық. Қазіргі уақытта компьютер адамдарды қатты қызықтырады. Осының өзі жағымды фактор болып саналады. Екінші, негізгі қызметі. Ақпарат берушілік компьютердің ең тиімді жағы ақпаратты сақтауға және оны өңдеуге мүмкіндік беруі. Сондықтан компьютер тіл үйренуде ақпараттық жүйе ретінде пайдаланылады. Жаттықтырушы. Компьютер арқылы тіл үйренуде оқушының тілдік материалдарды жаттап алуы үшін бірнеше рет қайталануына мүмкіндік береді. Бақылаушылық. Түзету, ағымдық және қорытынды бақылау жұмыстарын тексеруге, тексерудің объективті, яғни шынайы болуына, оқытушының бақылау жұмысын тексеруге уақытын бөлмеуге, бақылау жұмысының қорытындысын жасауға тиімді. Ақпараттық технологиялардың ерекшеліктері. Ақпараттық технологияларды ұйымдастыру негізінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық прогрестің белгісі қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қоғамды ақпараттандыру экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының негізгі шарттарының бірі. Көптеген электрондық оқу бағдарламалары, мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалды және жасалып та жатыр. Қазіргі оқу орындарында шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан белсенді ұстаз қажет. Бір уақытта педагог, психолог және оқу үрдісін ұйымдастырушы технолог бола білуі керек. Сонымен қатар шектеусіз қабілетін дамыта алатындай білім берудің әлемдік кеңістігін құруға қабілетті бола білуі шарт. Бұдан мұғалімнің мамандық шеберлігі анықталады. Мұғалімдер жаңа ақпараттық технологияларды өз қызметтеріне еркін қолданып, оны оқыту құралы ретінде пайдалана білуі тиіс. Қазіргі заманның талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына, мемлекет басшысының тапсырмасымен еліміздің 1600 ақпараттық коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде интерактивтік тақтаны сабақта пайдаланудың маңыздылығы орасан. Өйткені оның көмегімен оқыту үрдісіндегі өзекті мәселелерді шешуге болатындығы анықталып отыр. Оның маңыздылығы: біріншіден, оқу тәрбиелік үрдістің сапасын арттыру және оны ғылыми-техникалық прогрестің осы заманғы деңгейіне көтеру. Екіншіден, оқыту үрдісінде жекелеп саралау. Үшіншіден, білім алушыны автоматтандырылған өндірістік еңбекке дайындау, яғни компьютерлік жаппай білімді жетілдіру. Төртіншіден, білім алушыға жүйелі бақылау жүргізіп отыру, яғни оған білім алушының білім деңгейінің икемділігін тексеру сияқты жұмыстарын жеңілдету үшін көмек беру. Бесіншіден, оқу үрдісінің технологиялық жағдайын түзету. Қазақ тіл сабағында инновациялық технологияларды қолданудың тиімді жақтары. Инновациялық термині латын тілінен алынған жаңару, өзгеру дегенді білдіреді. Қазіргі ойлау үлгісі мен дәстүрлі таным ерекшелігіне ұқсамайтын жаңа ойлау жүйесін тауып шығару. Кезектегі білім мен материалдық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, көнені өңдеу, бар нәрсені жақсарту. Инновациялық сөзін қазақтың тапқырлық жаңалық сөздерімен тең мағынада қолдануға болады. Көбіне ғылым, техникалық тапқырлық пен жаңалық ашуды көрсетеді. Инновацияның қазіргі мағынасы ауқымды. Ол көбінесе адамның рухани белсенділігі арқылы болмағанды жоспарлау, жобалау,
бір сөзбен айтқанда жаңа тапқырлық ашуды көрсетеді. Жаңа оқыту технологиясының түрлері көп. Кейбіреуін атап айтатын болсақ, оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту, оқушылардың белсенділігі жоғарылап, өздерінің күштеріне деген сенімдері арта бастайды. Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясы оқушылардың интеллектуалды және шығармашылық потенциалын дамытуға бағытталған. Қараев пен Кобдикованың 3 өлшемді әдістемелік жүйесі, яғни деңгейлік тапсырмалар беру арқылы дамыта оқыту идеясы жүзеге асырылды. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың пайдасы. Ол деңгейлік оқыту арқылы әр оқушының өз мүмкіндіктерін пайдалануы, деңгейлеп оқыту арқылы әртүрлі категориядағы балаларға білім беру, деңгейлеп саралау оқыту құрылымындағы білімді игерудің 3 деңгейі. Қорыта келетін болсақ, ақпараттық технология саласындағы қатарлы жетістіктерді пайдаланып, білімнің жаңа деңгейі мен сапасына қол жеткізуге ұмтылатын педагогтық және ғылыми қауымдастықтардың түрлі елдерде қарқынды даму үстінде. Қазақстан Республикасы ғылыми техникалық прогрестің негізгі белгісі қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қазіргі таңда жаңа әлеуметтік жағынан қорғанған адам, ол технология ауысуына және нарық талабына сай терең білімді, жан-жақты адам. 21 ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан, оқушыларға компьютерлік сауаттылық қажет. Ал бұл сауаттылықтың алғашқы баспалдағы мектептен басталады. Мектеп қабырғасынан теориялық біліммен қатар практикалық білімнің алғы шарттарын меңгеруі тиіс. Ақпараттық технология объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинақтау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс. Қазақ тілі сабағында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың сөздік қорын молайту, сөйлеу тілінің грамматикасын қалыптастыру, дыбыстарды дұрыс айту, диалогтық сөйлеудің қалыптасуы, түсінгенін айта білу, сауатты жазуға дағдыландыру, дүниетанымын, ой өрісін кеңейту, өмірге деген көзқарасын дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашу. Оқушылардың сөйлеу тілін жетілдіру.